Жақсы. Запись басталды Досеке? Zoom-да. Енді мен не істеймін? Скрин шер жасайын. Мен экраным көрінді. Жақсы. Ең бірінші мына нәрсені өздеріңіз қайталап көрсеңіздер болады. Мен өзімде бір текстте файлды құрдым. Текстте файлды құрғаннан кейін индекс 3-те салайын. Өйткені менде басқа индекс деген файлдар бар. Индекс 3 нүкте дегеннен кейін HTML деп жаздым. HTML деп жаздым. Сосын менен сұрайды, расширениені өзгертесің ба дейді. Я дейді. Жаңа менде мына жерде текст еді ғой. Енді HTML болып өзгерді. Енді осыны мына значогына қарасаңыздар, Chrome'ның суреті шығып кетті. Неге? Өйткені HTML документті по умолчанию браузер ашады. Менде браузер по умолчанию Chrome тұр. Сол себепті иконкасы осыған өзгерді. Егерде былай тұрған болса, значит, әлі дұрыс өзгермеген деген сөз. Кейде мынандай болуы мүмкін. Так. View'де. Осылайға жауап жасаса. Міне, қараңыздар. Менде индекс 3 деп тұр. Индекс 3 деп тұр. Артындағы HTML деген көрінбей қалды. Егерде сізде Windows болса, осылай провайдникті ашасыздар. Провайдникті ашқаннан кейін View'ға кіресіздер. View'ға кіргеннен кейін, мына жерде File Name Extensions деп тұрады. Соған галочка қоясыздар. Галочка қойған кезде қарасаңыздар, соңында HTML деп көріп тұрады. Кейде новичоктарда мынандай қате болады. Так, мынаны қайтадан алып тастайық. Кейде мынандай қате болады. Мына жерден документ құрады да бүйтіп. Документ құрады да, сонда индекс 4 HTML деп жаздым деп ойлайды. Индекс 5 болып кетті, жақсы. Я дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде көзбен қарасаңыз, индекс 5 HTML деп тұр. Бірақ ол өтірік. Өйткені ана HTML-дің артында txt деген тұр. Нүкте txt деген ол просто көрінбей тұр біздің көзімізге. Осылай ашсаңыз, ол блокнотта ашылып жатыр, браузерде емес. Екеуінің иконкасынан айырмашылық көрініп тұр ма? Екі файл екен. Так, жақсы. Енді осыны түзету үшін провайдникқа кіресіз. View-ға барасыз менюда. View-дің ішінде File Name Extensions галочка қоясыз. Осын былай қайтып келіп қарасаңыз, HTML дегеннен кейін тығылып тұрған txt деген жазу көзге көрініп қалды. Соны txt дегенді өшіріп тастайсыз да, HTML дегенді қалдырасыз. Жақсы. Енді бұны ашсаңыз, бұл Chrome'да ашылып жатыр. Енді кеттік. Так, енді бұны екі рет бассам браузерде ашылып жатыр, ал маған оны ішіне кодына кіру керек. Сол үшін мен оны Open with Notepad дей салайын. Блокнотпен аштым. Енді осы жерде мен не жазсам, сол нәрсе орындалады, код болады. Мысалға, alert шақырайық. Alert 1-2-3 деп. Alert 1-2-3 деп жаздым. Сіздер де осыны қайталап отырсаңыздар болады. Alert 1-2-3 деп жаздым да, енді браузерде ашып көремін. Қараңыздар. Мына жерде alert 1-2-3 деп жазу ретінде тұр. Ал маған ол мына жерде модальный окно шығу керек еді. Alert шығу керек еді. Неге шықпады? Өйткені HTML формат ол JavaScript емес па? Оның ішінде скрипт салатқанымызды түсіндіру үшін былай қоршаймыз. Скрипт деп. Осылай. Және жабатын жеріне де солай жазып қоямыз. Айырмашылық қараңыздар. Ашқан кезде мынандай не жоқ, слэш жоқ, осындай слэш жоқ, ал жабатын кезде бар. Түсінікті ғой да? Мына жерде мынау ашылған тек. Ашылған деген дұрыс аудардым ба? Жабушы деген дұрыс шығар да? Ашушы деймін ба? Жақсы, мағынасын ұққан шығар барлығы. Так, сақтаймын. Unicode формат. Так. NC Unicode ETF-ті сақта дейді. Жақсы. Енді қайтадан браузерге ашып қараймын. Міне, this page says, мына бет сізге мынандай сөз айтып тұр. 1-2-3 дейді. Сосын жабушы тек деген жазу шықты. Неге? Неге мына жерде мына жазу шықты, ал ашушы тек деген шыққан жоқ? Себебі мына жерге қайтып келіп қараймыз. Мына скрипт деген тек ашылды ма? Болды.
содан кейінгі нәрсенің барлығы мына скрипт деген жабылам дегенше JavaScript ретінде қабылданады. JavaScript ретінде қабылданады, және мына x/ ол комментарий. Комментарий деген өзіміз үшін түртіп қойған әшейін ескертпе жазу, оны браузер көрмейді. JavaScript код ретінде орындалмайды. Ал мына жерде скрипт жабылды ма, одан кейін ол комментарий емес, браузерге шығатын текст болып кетті. Жақсы. Так, алып тастайық. Сонда, alert деген команда ғой, жаңағы шығарып тұрған 123 дегенде. Alert деген команда ол браузерге не шығарады? Жазу шығарады. Не бердіңіз, соны шығарып береді. Мысалға мен Hello World деген жазуды бергім келді. Жазуды берген кезде бүйтіп тырнақша аламыз. Hello World деген. Обновить етейін. Міне, Hello World басталды. Жақсы. JavaScript-ке ең қысқаша кіріспе осы. Осыны ары қарай келесі сабақтарда дамытармыз. Жалпы JavaScript деген өте қарапайым сабаққа жатады. Аласың да жасай саласың деген. Бисмилля, келесі сабақтарда кездескенше. Бастайық. Келесі сабақтарда. Жақсы, мен тоқтата берейін. Қосарыңыз бар ма? Жоқ. Бәрі жақсы. Хотя, мына жерде не қосасың? Записін тоқтат.